Қайырлы күн, қымбатты білімгерлер. Біз бүгін мектепке дейінгі және бастауыш сынып психология пәні бойынша екінші дәрісімізді бастаймыз. Енді біз бірінші дәрісте өздеріңіз білесіздер, қандай тақырып өттік. Яғни осы пәннің объектісі, пәні, мақсат, міндеттерін өттік. Естеріңізде болатын болса, жалпы бұл пәнді біз не үшін оқып жатырмыз, нені білуіміз керек, мектепке дейінгі кезеңде қандай сұрақтарға балалар үнемі қоятыны, және бастауыш сынып білім алушылардың өздерінің көрген, білген себеп салдарын дәлелдеу үшін қандай сұрақтар қоятыны, және сонымен қатар ғылым ретіндегі орны, пәнаралық байланысын өттік. Содан кейін барып осы пәннің зерттеу әдістерін не үшін керек баланы түсінуде, яғни бірнеше әдістің түрлерін өттік. Олай болса, бізде бүгін екінші дәріс тақырыбы мектепке дейінгі шақтағы баланың психикалық процестерінің дамуы, яғни бүгінгі өтетін танымдық процестердің бірі қабылдау, түйсік және зейін. Мақсатымыз бүгінгі дәрістің мектепке дейінгі шақтағы баланың психикалық процестерінің түйсік, қабылдау, зейіннің даму ерекшеліктерін түсіндіру, олардың өзара байланысы мен танымдық іс-әрекеттегі рөлін айқындау, сол сияқты баланың түйсік, қабылдау және зейінін дамыту жолдары мен педагогикалық шарттарын меңгеру. Олай болса, бүгін жоспарымызда 4 сұрақ қамтылған. Осы 4 сұрақ бойынша бізде дәрісімізді толықтай ашамыз. Мектепке дейінгі кезең бізде баланың сенсорлық, танымдық және еріктік, эмоциялық дамуының қарқынды жүретін шағы. Бұл жаста бала қоршаған ортаны тануды, түйсік, қабылдау, зейін, ойлау, сөйлеу, ес, қиял арқылы меңгереді, және де психикалық процестердің жетілуі оның болашақ оқу әрекетіне даярлығын анықтайды. Яғни осы уақытта бала қоршаған ортамен белсенді танысады, яғни өзінің менін сезінеді, ересектермен және құрдастарымен қарым-қатынас орнасады, және де бұл осының барлығы жаңа айтып өттік, баланың мектепке оқуға даярлығын анықтайды екен. Мектепке дейінгі шақтағы негізі келесі біздерде негізгі психологиялық сипаттамаларына келетін болсақ, жетекші іс-әрекет ойын. Оны өздеріңіз де білесіздер, жаңа кішкентай сіңілдеріңіз, інілеріңіз болса үйде білесіздер, мектепке дейінгі шақта ең бірінші жетекші іс-әрекет ойын болып табылады. Бұл кезеңде рөлдік ойын, сюжетті рөлдік ойын жетекші іс-әрекетке айналады екен көбінесе. Яғни ойын арқылы балалар ересектердің өмірін, қарым-қатынасын, одан кейін барып жаңада еңбегін бейнелейді және әлеуметтік ортада тәжірибесімен меңгереді. Ойын барысында баланың психикасында сапалы өзгерістер туындайды көбінесе. Яғни зейіннің, естің, қиялдың, сол сияқты еріктің бастамалары қалыптасады. Осы ойын арқылы болашақ оқу әрекетінің негізін қалайтын құбылыс болып табылады. Келесі психикалық сипаттамалар тілдің қарқынды дамуы болып табылады. Тілдің қарқынды дамуы дегеніміз, яғни басқа адамдармен қарым-қатынас шеңбері кеңейеді, тілдің сөздік құрамы тез өседі, сөйлеу тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар бірге ойлаудың құралына, психикалық процестерді реттеудің негізіне айналады. Яғни сөйлеу дегеніміз ол қарым-қатынас. Келесі біздерде осы психологиялық сипаттамаларының біріне, яғни танымдық белсенділіктің артуы жатады. Ол дегеніміз бала алдында тек практикалық емес, сонымен қатар білім алуға бағытталған танымдық міндеттері пайда болады. Ол балалардың қоршаған ортаға деген қызығушылығы, сұрақтар қоюы көбейеді. Жаңа айттық қой, мектепке дейінгі шақта бала көп деген сұрақтар қояды. Неге? Солай өзі 3 жастағы жаңа інілеріңіз, сіңілеріңіз болса, анау неге, неліктен сондай болады деген көп деген жаңа практикалық сұрақтар қойылады. Келесі психологиялық сипаттамаларына эмоциялық еріктік сфераның дамуы жатады. Ол дегеніміз, яғни жеке бастың қалыптасуы, мінез-құлық мотивтері мен мүдделер жүйесінің қалыптасуы жүреді бұл кезде. Яғни бала өзін ересектерге теңейді және де басқаларға танытуға өзін ұмтылады екен. Келесі біздерде осы
Сонымен қатар келесі біздерде осы мектепке дейінгі балалық шақтағы балалардың дамуының жалпы заңдылықтарын ресейлік психологтар Выгодскийдің, Леонтьевтің, Бажовичтің және де басқа да көптеген ғалымдардың зерттеулерінің негізінде тұжырымдалған. Атап айтқанда, яғни баланың дамуындағы жетекшілік заңдылық дамудың биологиялық және әлеуметтік факторларының әсерінің үйлесімді болуын атап өткен болатын. Олай болса, келесі біздерде яғни осы биологиялық факторларға келетін болсақ, ол генотип пен яғни бейімділік жатады бұл жерде. Яғни бұл дегеніміз тұқым қуалайтын бейімділік және ағзаның туа біткен анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктері, яғни олар қабілеттердің дамуына негіз болып табылады екен. Ал енді дамудың әлеуметтік факторы дегеніміз, ол сіздер өттіңіздер, әлеуметтанудан өттіңіздер, әлеуметтану сабағында білесіздер деп ойлаймын. Яғни баланың дамуының әлеуметтік жағдайы мен ересектермен қарым-қатынас, оны ұйымдастырылған тәрбие түріндегі алғашқы әлеуметтік институттардың, яғни баланың алғашқы әлеуметтік институт ол ең бірінші отбасы болса, екінші егер балабақшаға баратын болса, ол мектепке дейінгі ұйым болып саналынады. Яғни осылардың барлығы сол баланың дамуына әсері бар, яғни әсері жатады. Келесі біздерде енді түйсік. Түйсік дегеніміз не? Бұл енді сіздер психологиядан жалпы бүге жүйесіне дейін өттіңіздер сіздер. Түйсік дегеніміз не? Түйсіну дегеніміз не? Олай болса біз айтып өтейік, түйсік дегеніміз мына сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуі нәтижесінде пайда болатын психикалық процесс, яғни психикалық үдеріс деп айтамыз. Ол дегеніміз мектепке дейінгі жастағы балада түйсігі айтарлықтай дамиды. Ол түстерді, пішіндерді, дыбыстарды және басқа да қасиеттерді яғни ажыратады. Келесі біздерде мына осы мектепке дейінгі айттық қой жаңағыда дейді, түйсік негізі нақтыланады. Бұл жерде сенсорлық негіздер, яғни түйсіктің бағыттары беріліп отыр. Түйсік әртүрлі сенсорлық жүйелер арқылы жұмыс істейді. Әр жүйе баланың дамуына ерекше рөл атқарады. Ең бірінші жаңағыдай көру түйсігі дейміз. Көру түйсігі дегеніміз, яғни баланың көзбен қабылданатын түстер, пішіндер, өлшемдер және де кеңістіктегі орналасу туралы ақпараты. Бұл оқу дағдылары үшін өте маңызды. Оның себебі білім алушылар әріптерді, сандарды және диаграммаларды тани білу керек. Осы үш өлшемді кеңістікті қабылдау қабілеті де осы түйсік арқылы негізіне қалыптасады. Яғни бұл жерде есту түйсігіне келетін болсақ, яғни аудиалды дейміз жаңа психологияда, бұл дыбыстарды, сөздерді, әуендерді, интонацияны қабылдау мен талдау болып табылады негізі. Осылардың ішіндегі есту түйсігі тілдің дамуының негізі болып табылады негізі. Сондай-ақ баланың нұсқауларды таңдауына және олардың орындауына көмектеседі. Мұғалімнің дауысын, қоршаған ортаның шуын ажырата білу қабілеті. Ол дегеніміз, яғни білесіздер, мына құстардың дауысы, немесе судың сылдыраған дауысы, сол сияқты жаңағыда жан жануарлардың дауыстарын есту түйсігіне жатқызуымызға болады. Одан кейін бар тактильді түйсік, яғни сипап сезу түйсігі. Бұл дегеніміз мына тері рецепторлар арқылы сол берілген жаңағы нысандардың жаңағы текстурасын дейміз ғой, температурасын, қысымын және дірілін сезіну. Сол сияқты бұл баланың қозғалыс дағдыларының және қоршаған ортаны физикалық тұрғыдан зерттеуінің маңызды бір бөлігі болып табылады. Яғни қаламды ұстауы баланың, немесе кедір бұдыр затты қолымен сипап сезуі, сол сияқты жаңағы үстіне киініп жатқан киімнің матасының жұмсақтығы, немесе қолына кедір бұдыр болып тиюі, яғни осының барлығы күнделікті әрекеттерге қатысты мына тактильді түйсікке жатады екен. Келесі біздерде қабылдау. Қабылдауды сіздер психологияны өте жақсы білесіздер деп ойлаймын. Бұл заттар мен құбылыстардың, бұлардың барлық қасиеттері мен бөліктерінің жаңағы жиынтығы арқылы сіздер не істейсіздер? Тұтас бейнелеу негізі. Қабылдау, былайша айтқан заттар мен құбылыстарды тұтас бейнелеу процесі деп аталынады. Яғни бұл кезде қабылдау заттарды, яғни мектепке дейінгі кезеңде үдерісі күрделенеді, біртіндеп саналы сипат ала бастайды негізі. Мына айтып отырмыз, яғни тұтас бейнетін беретін түйсіктерге қарағанда бұл
түйсікке қарағанда алдыңғы өттік қой бізде, қабылдау өте күрделі процестердің бірі болып саналынады. Қабылдау процесі, яғни қабылдау процесі, мына айтып отырмыз ғой, түйсіктерге сүйенеді негізі. Сөйтіп сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың тұтас бейнесінің қалыптасу үдерісі болып табылады. Бұл кезде не істейміз? Қоршаған ортамен бала белсенді әрекетке түседі. Сөйтіп заттар мен құбылыстардың түрлі сезім мүшелері арқылы танып білетіндігі жатады. Сол сияқты келесі біздерде қабылдау мен процесі ойын, сурет салу, құрастыру сияқты әрекеттерге айқын дамиды негізі. Бала осы кезеңде қабылдаудың ерекшелігі негізі бейнелілігі мен эмоциялары еңкі болып табылады. Бала көбінесе өзіне қызықты, тартымды заттарды тез қабылдайды, соны салуға жаңа сурет арқылы, ойын арқылы, шығармашылық арқылы бере алады. Қабылдау бұл тәжірибемен, сөйлеумен және ойлаумен өте тығыз байланысты. Мұғалім мен ата-ананың сөздік нұсқауы қабылдауды бағыттайды, дамытуда үлкен рөл атқарады. Сол сияқты қабылдауды дамыту үшін ең бірінші бейнелі тапсырмалар дейді. Яғни салыстыру, сәйкестендіру, жалпылау жұмыстар жүргізіледі. Одан кейін сурет салу, құрастыру ойындарын пайдаланады. Келесі бақылау әрекетін жүйелі түрде ұсыну ұйымдастырылады. Келесі біздерде енді қабылдаудың ерекшеліктері. Яғни бұл жерде бала үшін әлемді тану дейміз ғой. Мектепке дейінгі шақта қабылдау баланың қоршаған ортаны танудың негізі болып табылады. Уақытты қабылдау, кеңістікті қабылдау және затты қабылдау дейміз. Уақытты қабылдау дегеніміз енді өздеріңіз білесіздер, мектепке дейінгі неде уақыт аралықтарын түсіну. Мысалы, таңертең, кеш, түс, немесе кеше, ертең. Сол сияқты жыл мезгілдері кіреді бұның ішіне, яғни күз, қыс, жаз деген сияқты. Ал кеңістікті қабылдау дегеніміз заттардың бір-біріне қатысты орналасуын анықтау, яғни алдында, артында, оң жақта, сол жақта, немесе төменде, немесе жоғарыда деген сияқты. Яғни бұл кеңістікті қабылдау, бұл балдардың бағдарлау дағдыларын дамытады негізінен. Ал енді затты қабылдау, яғни заттардың пішінін, түсін, көлемін, сапасын солар бойынша ажырату болып табылады. Мысалы, төртбұрыш деген қандай, текше деген қандай, дөңгелек, домалақ, үшбұрыш деген сияқты бұлардың бәрі біздің заттық қабылдауымызға келеді екен. Келесі біздерде енді өздеріңіз көріп отырғандай қабылдаудың жаңағы ерекшеліктерін айтып өттік толықта. Енді біздерде зейін. Зейін дегеніміз адамның яғни психикалық әрекетінің белгілі бір затқа немесе әрекетке бағытталып шоғырлануы, немесе келесі бір зейіннің жаңа ережесі, анықтамасы, бұл сананың белгілі бір затқа, құбылысқа немесе әрекетке шоғырлануы. Яғни бұл таным процесінде әсіресе білім алу үстінде ерекше маңызға ие. Соның ішінде мектепке дейінгі жаста зейіннің негізгі түрлері қалыптасады екен. Яғни зейіннің түрлеріне келетін болса, келесі біздерде зейіннің түрлері ырықсыз, яғни еріксіз зейін дейміз, ырықты, ерікті зейін дейміз, одан кейін үйреншікті зейін дейміз. Немесе бұл үшінші бізде айтып отқан зейініміз бөлек, кейде бөлек қарастырылады екен. Енді ырықсыз зейін дегеніміз не? Арнайы, ерік күшті, талап етпейді, бала үшін тікелей қызықты немесе эмоция тудыратын нәрсеге ғана, яғни сондай бір түрлі түсті қып-қызыл ойыншық болса, немесе қатты дыбыс, немесе жаңадан көрген заты болса, бала соған назары өздігінен еріксіз, ырықсыз аударылады. Содан кейін мектепке дейінгі шақта бұл зейіннің түрі басым болып келеді, ырықсыз зейіннің. Ал енді ырықты зейінге келетін болсақ, адам саналы түрде мақсат қоюмен, сол мақсатқа жету үшін өзі күш, ерігін жұмсауымен байланысты. Мектепке дейінгі шақта баланың мінез-құлқын реттеуде сөздің осы маңызының артуына байланысты бұл қалыптаса бастайды негізі. Бала ересектің нұсқауы бойынша немесе өзінің қойған мақсаты бойынша сол әрекетке зейінін бағыттап шоғырлануды үйренеді. Ырықты зейіннің дамуына ойын әрекеті, соның ішінде рөлдік ойында өз рөлін ұмытпау, ережелерін сақтау сияқты нәрселерді орындау арқылы үлкен әсер етеді. Бірақ бұл ойындарға мектепке дейінгі ұйымдағы педагог тәрбиешінің ықпалы болу керек, ол өзі бағыттап отыру керек, ол өзі жеке сұрақ.
келесі бізде үйреншікті зейін дейміз. Үйреншікті зейін дегеніміз яғни ұзақ уақыттық машықтану нәтижесінде арнайы күш жұмсаусыз орындалатын әрекеттерге сипаттама деп айтылады. Негізі бұның несі. Келесі біздерде зейіннің түрлері дейді. Жаңа айтып өттік бұны. Неге маңыз аударту керек екен? Келесі біздерде зейіннің дамуына әсер ететін негізі факторлар болады. Яғни ол факторлар дегеніміз мектепке дейін кезде бірінде ойын және шығармашылық әрекет, келесі ересектердің жетекшілігі мен нұсқауы факторларға жатады. Одан кейін көрнекі құралдар мен ойын элементтерін пайдалану, келесі оқу және еңбек әрекетін жүйелі түрде ұйымдастыру болып тұрады негізгі факторларына. Ал енді зейінді дамытудың жолдарына келетін болсақ, келесі біздерде тапсырмаларды біртіндеп орындатамыз зейінде. Яғни тапсырмаларды бірінде орындатамыз, есте сақтау және назар аудару арналған ойындарды үйретеміз. Содан кейін баланың өзін-өзі бақылауға үйретеміз. Ал енді мына мектепке дейінгі шақтағы зейіннің дамуы, бұл тұрақтылығы бойынша 3 жаста зейіннің тұрақтылығы 7-8 минут болатын болса, келесі 6-7 жасқа қарай 20-30 минутқа дейін артады екен. Дегенмен тұрақтылығы әлі де шартты және әрекеттің қызықтылығына тәуелді болып келеді. Ал көлемі бойынша зейіннің көлемі бір мезгілде қабылданатын объектілердің санына байланысты біртіндеп өседі. Қалыптасу механизміне келетін болсақ, ойын жағдайларында балалар зейіні жақсырақ шоғырландырады. Негізі ойында. Өздеріңіз білесіздер ғой, мектепке дейін кезеңде ең бірінші жетекші іс-әрекет не болды? Ойын болды. Сондықтан тәрбиеші немесе педагог тәрбиеші ойын мен оқу іс-әрекетін ұштастыру арқылы баланың ырықты зейінін дамытуға мүмкіндік береді. Енді бұл жерде оқу дейміз іс-әрекетті ұйымдастыру негізінде. Яғни келесі біздерде қорытындыға келетін болса, мектепке дейінгі шақтағы баланың танымдық үдерістері, түйсігі, қабылдау зейіні пассивті, еріксіз сипаттан біртіндеп белсенді, мақсатты, ерікті сипатқа өтеді. Бұл психикалық процестердің дамуы, баланың қоршаған ортамен қарым-қатынасын, ойын және тәжірибелік әрекеттен туындайды. Ересектердің, яғни педагог тәрбиешінің бағыттаушы рөлі мен арнайы ұйымдастырылған оқу тәрбие жұмысы арқылы баланың танымдық қабілеттерін жүйелі дамытуға мүмкіндік береді, немесе мүмкіндік жасалады десек те болады. Яғни бұндай өзгерістердің барлығы баланың мектепке оқуға дайындығының іргетасын қалайды және оны қоршаған әлемді біртіндеп тиімді тануына жол ашады. Сондықтан болашақ маман ретінде бастауыш сынып мұғалімі ретінде біз, яғни сіздер мен біздер не істеуіміз керек? Мектепке дейінгі шақтағы баланың танымдық процестеріне хабарымыз болуы керек. Бізге сол үшін осы пәнді оқуымыз керек. Осы дәріс, бүгінгі екінші дәрісіміз соған дәл келіп тұр. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдап, назар қойғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Келесі дәрісте кездескенше